Қазақтың жайнар даласы, жетілер оқып баласы, шошытатын мені сол, оларды күндес таласы, дағдысы сіңген бойына. Тастаңдар күндес мақтаны, көрген соң таңның атқаны, ел бастайтын жастарым, жөн емес жай жатқаны, нұр құймай елдің ойына. Ғашықтық эпиграфтық шығармалары тәрбиелік маңызы зор. Жоғарғы және қара сөздері тек бір ғана ұлттық емес, ел ұлыстың жетістігі емес, әлемде әдебиетте және мәдениетті орасан зор жемісі. Ой кезді жан бергендей, ерікті билеп алсын айтылған жыр, сыр түгіл жарасымды ішінде сыр, жанымның ләззат алар жарығындай, мәңгілік өшпейтұғын төгілсінді. Үйіріліп көкейіне ұйып жатсын, тазартып жүректің жуып жатсын, қаңсыған. 28 сәуір номер 1 шәкәрімнің түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі еңбегі жайында ерекше сөз атты тілеумес мақаласын жариялады. 1916 жылы Аймақтап желкек атты бүркеніш есімімен қазақ газетінде 1916 жылдың 9 ақпанында түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі еңбегімен арналған шәкәрім ақсақалға мақаласы шығарылды. 1858 жылдың 11 шілдесінде ескіше күнтізбе бойынша Шыңғыстауда Байқошқар өзенінің бойындағы Кеңбұлақ деген жерде дүниеге келген. Қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданында қарасты жер. Әкесі Құдайберді Абайдың ағасы. Шәкәрім 5 жасында ауыл молдасына оқуға берді. 1866 жылы әкесі Құдайберді 37 жасында дүние салды. Ендігі жерде Шәкәрім Құнанбайдың тәрбиесінде тікелей Абайдың қамқорлығында болды. Абайдың үлгі өнегесі қанық болған жас ақын ағасындай кемеңгер 5 Шәкәрім Құдайбердіұлы қажылық сапарға шегеді. Ол ағасы Абайдың тапсыруымен Стамбулға, Египетке, Меккеге саяхат жасайды. Бұл сапардың діндік дәстүрі бойынша қажы атанып қайтқан. Осы жолында Парижде тоқтап, Францияға архивке көз жіберді, кітапханаларында болды. 1906 Наурыз ақын қажылықтарға оралды. Болысу ар міндеті, халқыңа пайда тигіз, босқа жүрмей. Жаныңды аяй көрме жардамынан, сөйткенде арың шығар арманынан. Әйтпесе бұл өмірің артық емес, тәніңді топырақ басып қалғанымен. 1924 жылы Семейде Дубарицкий әңгімесіне баспа көрді. Оның көптеген өлеңдері, мақалалары Айхап, Абай, Шолпан, Таң журналдарында Қазақ, Сарыарқа, Қазақ тілінде, Еңбекші қазақ, Қазақ әдебиеті газеттерінде басылды. Шәкәрімнің Нартайлап Айсұлу поэмасы, Әділ Мария романы, 3 анық философиялық туындысы өз дүниеден өткеннен кейін оқырман игілігіне айналды. Бөгетсай ауылдық кітапханасының Инстаграм желісіне қосылып жатқан инста көрермендер. Шәкәрім шығармашылығын аралаған кешімізді аяқтай отырып, әрмен қарай ауылдық кітапханасында Шәкәрім өсиеті адалдық айнасы кітап көрмесіне жалғасады. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын.